Қайым Шынатов Абдулқайым Мұхамеджанов 1916 жылы 5 қаңтарда Семейде дүниеге келген. Ғалым, абайтанушы, 1940 жылдан КСР Жазушылар одағының мүшесі, қоғам қайраткері, жазушы, ақын, драматург, аудармашы, педагог. Марапаттары: 1996 жылы Абайдың ақын шәкірттері, 4 кітап Абай мұрагерлері, Абай энциклопедиясын шығарудағы еңбегі үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды және басқа да медальдармен марапатталды. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалиев, Қадыр Мырзали, 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысы Жымпиты жерінде дүниеге келген ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі. Марапаттары: ой арманы жинағы үшін Қазақстан Ленин комсомолының сыйлығы, Жүйрік жыр кітабы үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы, әлемдік поэзияға қосқан аса зор еңбегі үшін Моңғолияның халықаралық авиас сыйлығы, Қазақстанның халық жазушысы, тәуелсіз Тарлан сыйлығы, Достық ордені, Парасат ордендерімен марапатталды. Жақсылық Түменбаев 1944 жылдың 5 қаңтарында Қызылорда облысы Арал ауданының Сазды ауылында туған. Орта мектепті бітіргеннен кейін Арал совхозында шопанның көмекшісі болып жұмыс істеді. 1968 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Шығармашылығы: алғашқы шығармалары 1968 жылдан республикалық және облыс баспасөздерінде Жалын алманағында жариялана бастады. Қардағы іздер, Қимас қазына, Мен сүйген қыз, Тас бөгет, Махаббат қорығы, Ақырғы демім біткенше атты повестері мен әңгімелерін қазақ тіліне аударған. Жетістіктері: жастарға арналған көркем шығармалардың республикалық жабық байқауында екінші, үшінші бәйгені алған. Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған.